5 жылдай болыпты ғой шеккеніме темекіні. Конфликт басталды. Қаржы желінген, көзіме қарап отыр. Миллиард тауып отыр ана Қоянбаев дегендер. Неге жетісіп білесің? Ол ақылды жігіт. Путин тірі тұрғанда ешкім түсіргізбейді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Қалай жағдайыңыз? Құдайға шүкір. Темекіні жиі шегесіз бе? Рефлекс болып кетті еді. Бұл енді өзі бір дерт болып қалды. Қоя алмай жүрсіз бе? Қоя алмадым. Дәрігерлермен де біраз кісілермен ақылдасып көрдім. Болмайды екен. Неге? Ашымдық жағы жоқ онда. Оны жалпы менің организмім қабылдамайды. Рефлекс болып кеткен, шарт рефлекс, организм. Тәуелділік қой. Тәуелділік, иә. Содан кейін дәрігерлер айтты, енді кеш деді. 45 жылдай болыпты ғой шеккеніме темекіні. Азайтуға болады дейді, тастауға болмайды. Күнде неше қорабын шегесіз? Кейде екі съемка алаңында жүргенде кейде үшеу кетіп қалады. Сұрағымызға өшейік. Сіз және Асанәлі Әшімов бастаған бір топ киногерлер, халық артистері қазан айында Қазақфильм құрдымға кеткелі тұр деп президент атына хат жолдаған едіңіздер. Жауап болды ма? Жауап келді. Жақсы келді. Бірақ таудың басы Дайрабайдың көк сүйірді бейімбет майлын атамыз кезінде айтып кетті. Мынау былтырдан бастап бізде Астанада мәдениет министрлігінің жанында ұлттық қазақ киносын қаржыландыру орталық ашылған. Соның басшысы болып Гүлнәр Сәрсенова деген продюсер кісі келді, әйел зат. Өзі бір 4-5 фильмде қосалық продюсер болған екен, сол киноны жақсы көреді екен. Содан жұмыс басталды. Содан кейін мен екінші күні бардым кездесуге. Сөйтсем, өздері коллектив болып мені эксперттік кеңестің бастығы, председатель қылып сайлапты. Қарасам, өзім танитын жігіттер, сыйласатын жігіттер, сіздер маған шын пейілмен сайласаңыздар, онда жарайды. Дейікті, сосын бірақ келісейік деді. Мынау шарттарын оқып отырдым дедім, қаржылық орталықтың. Бұнда жазылған екен. Коммерциялық емес, ұлттық қазақ киносын өркендетуге арналған қаржы, бөлінетін қаржының біз эксперттің мүшелер екенбіз. Сонсоңда мына қанша сценарийлер жиналып қалыпты, осыны оқыған кезде бірігіп отырып, жаңағы басты шарт ұлттық қазақ киносының өркендеуіне арналған қаржы. Осы бізге алық шарт болсын деді. Содан бір 200-ден астам сценарий оқыдық. Бірінші пейтчикке бір дайындалып. Анаусын оқиым, мынаусын оқиым. Апырай, бір 3-4 сценарий алғашқы келіп түскен партияның ішінде. Қазақтың ұлттық киносы деуге айтуға болатын тақырыптарға жазылған ұлттық бір қасиеттер, құндылықтар бар. Қалғандарының бәрі атыс шабыс, сосын арзан күлкі, папса дейді ғой қазіргі мынау. Қазір заман өзі сайқымазақтардың заманы сияқты болып кетті. Қазір терезені ашып болсаң да барлық жерде тек күлкі. Ол не күлкі, таусылмайтын күлкі. Мен Чаплиннің күлкісін білем, Бастер Китонның, Данелияның, Гайдайдың, Рязановтың күлкілерін танимын. Аймановтың күлкілі комедияларын танимын, жақсы көрем, жаныма жақын. Күлдіріп отырып жылатады, күлдіріп отырып ойлатады. Қазір бізде не көп? Киностудия көп, жеке. Жоқ, жаңа президенттің... Соған келе жатыр. Солардан келіп түскен сценарийлер көбісі арзан күлкіге арналған, арзан детектив. Сол сценарийдің сол күйінде алып, басқа тілге аударып, орыс тілінде көбісі. Молдавияға бар, Молдова, Белоруссияға бар, Өзбекстанға, Россиямен қай жерге барсаң да түсіруге болады. Ұлттық ешқандай бір ерекшелігі жоқ кейіпкерлердің. Тележерді басып қалсаң да көретін кинолардың солардың
оригиналдың копияларды не көрдім, соны жырлаймын деген сияқты да. Содан кейін осы жерден бастап конфликт басталды. Менде әлім келгенше, сосын Ермек Тұрсынов екеумізде, сосын Адай Әбелдинов деген жігіттер өзіміздің қазаққа жаны ашитын, қазақтың ұлттық киносы деген біраз айттық. Бірақ жасырын дауыспен ғой. Жасырын дауыста жаңағы орыс тілділер жағы басым келіп, сосын жаңағы жеке киностудияларға көбінесе қаржы бөлініп кетті. Сосын кейін мен айттым, Гүлнараға да айттым, сосын жігіттерге де айттым. Жігіттер, бұлар жеке киностудиялар біріншіден. Олар қазақ фильммен қатар жарысып түскелі, түсіріп жатқалы бірнеше жыл болды. Біз сізде өкімет тарапынан ешқандай қаржы тілемей-ақ әлі түсіріп жатыр, түсіріп те кетеді ары қарай. Сонша нағып біз бұларға құштарлықпенен, біз қазақ фильмін неге ұсынған 7-8 фильмдерінің бірде-бір сценарий өткен жоқ. Тып-тыныш болдық. Осындай бірнеше конфликтке бардық. Кейіннен питчинг өткен кезде аналардың 70% солардікі болып кетеді. Қазақ фильмге артынан қарасақ ең соңғы питчингте. Бірақ фильм оның үстіне Венгриямен қосылып түсетін Өлара деген. Қалғандары қосылып түсіретін. Қалған 2-3 фильм директі фильмге, сосын дебютке арналған. Болды. Сосын кейін мен айттым, осы басында алғашқы күнгі жиналыста басымыз қосқанда айтып едім ғой, басқыш артық коммерциялық емес, қазақ ұлттық киносын өркендетуге арналған бөлініп отырған өкімет тарапынан қаржысы дегенбіз. Ал енді мынау не? Ертең менен сұрайды, сендер өздерің мені председатель қылып сайлаған, алдымен менен сұрайды, сосын Ермектен сұрайды, айғарап отырдыңдар ма, қазақ фильмінде қанша жігіттер жүр, өзіміз ұлттық киноны түсіретін. Sonra айтады, ал біз не істейміз? Үн жоқ. Содан кейін Ермек Тұрсынов арыз жазып өз атынан, мен де өз атымнан еркін жазып кеттік. Әңгіме конфликттің содан басталды. Содан жеке бұлай әңгімелесуге шақырттық. Мәдениет министрі Гүлнара Сәрсенова және бірнеше сол мәдениет министрлігінің адамдары келіп, 2 рет жиналыс жасадық. Гүлнара Сәрсенованың тәртібі бізге ешқайсымыз ұнаған жоқ. Әрқайсымыз сөйлеп жатырмыз, сөзімізді бөледі. Қазақ фильмді маған 3 жылға беріңдер, мен көркейтем. Содан кейін тұрып айттық. Айналайын, қазақ фильмді көркетем дейсің, мына питчингті соңында бірақ фильм бердік. Мына жерде қанша үлкен коллектив. Бір фильммен қазақ фильмді асыраймыз ба, жоқ, бір фильм түсіруге асыраймыз. Қазақ фильмге сонда қанша қаржының әңгімесі болып тұр? Мен цифрларды айта алмаймын, мен финансқа жоқпын. Жоқ, бізде бір фильм түсірудің бағасы қанша? Продакшндар қанша сұрап отыр? Әрқайсының сметасы әртүрлі ғой. Мәселен, кейде пляжда түсіретін болса, 2 адам, оған киімде керек жоқ, оның ең қаржысы $3,000-4,000 түсір салуға болады. Ол қандай заман, тарихи фильм ба? Жоқ әлде тақырыбы қалай? Одан кейін тарихи заман болатын болсын, қаншама ат қосшы, оның үстіне шабатын жауынгерді киіндіру керек. Ол сценарийдің ішінде жазылғанына қарап есептеу керек. Содан сіздер президенттен араша сұрадыңыздар. Араша сұрадық. Бұл не? Ұлттық қазақ киносына бөлініп отқан қаржыны біз неге жеке меншік, жаңағыдай коммерциялық, попса, сондай боевик жай, сондай фильмдерге бөлеміз? Неге қазақ фильм қарашаңырақ қазақ фильм? Неге соған бөлінбейді? Продакшн, содан кейін ол кісі қорытындыға келіп министрлікке бағыт беретін қағаз түсірген ғой. Содан міне жақында Есет Қосыбаев деген жігітті осы жерге тағайындады. Ол бұрынғы киноны, мәдениетті білетін жігіт. Бұрынғы министрдің бірі. Мен ВГИК-тен бітіріп келгелі бері Мүслім Базарбаевтан бері бастаған министр
болған. 15-16 министр көріппін. Енді мынау Ақтоты деген қарындасымызды мен таңғалып отырмыз. Мен жалғызымен емес, Асанал ағамыз, бүткіл біздің коллектив таңғалып отыр. Міне қалай біз кино деген, міне көріп отырсың. Музыка мен кино ең жүрдек. Алдымен жетеді. Бүгін түсірсең, мәселен басқа жерде премьера жасап жатыр. Димаш ана жақтан айтып қазақтың өнерін өркендетіп жатыр. А кинода алып баратын міне визит карточка деген осы. Иә. Президенттен қандай жауап келді? Жауап келді, осы талаптарын орындаңыздар деген. Міне министр Есет Қосыбаевты Гүлнара Сәрсенованың орнына қойды. Енді оның орынбасары қылып Қанат Төребайды сайлады. Арман Асенов деген продюсеріміз жұмыссыз қалып отыр. Гүлнар Сәрсенова қызметінен кетті. Кетті. Біз ешкімді түрмеге отырғызайық деген алға мақсат қойымыз жоқ. Қаржы желінген көп. Қазір үлкен тексерулер жүргізіп жатыр. Арнаулы орындар, оны жасырудың ештеңесі жоқ. Алған ақшасын қайтарып жатыр. Сәрсеновадан бастап соның төңірегіндегі кісілер. Олар біразы алып қойған, солар түсірілмеген киноға ақша алған. Сондай да болып жатыр. Ол қайту керек қой енді. Қайтарып жатыр. Міне, жекелеп қайтарып жатыр. Бұған дейін сіздер қазақ фильмді қолдан банкрот қылмақ деген күдіктеріңізді айттыңыздар, Міне, міне не үшін? Өйткені біздің территориямыз. Осыдан осы 25 жылдай болды, мен ұмытпасам. Осы көздің құрты болды, ана жердің Фараби проспектісімен алай-ұлай өткендердің бәрінің қалталы адамдардың көздеріне түсетін болу керек. А Гүлнара Сәрсенованың ойы бірақ фильм беріп, сосын келесі жыл тағы бірақ фильм, сосын банкрот болады да, сосын жер территория сатылуға түседі. Міне, одан кейін арзан бағаға біреуге өзі сатып ала ма, біреуге сатып алып сыйлыға бере ме, біз оның ішкі саясатын артынан түсіндік. Олардың аттарын жұрт біледі. Бұл жерден жарияламай-ақ қойын, кім үшін ол сыйлық дайындалып жатқан, оның бәрін алдын ала алып отырмыз біз. Сіз аты жөндерін білесіз? Бәрін біледі. Жұрт біледі. Айтпаймыз. Неге айтамыз? Не қыламыз? Мен ұрысу емес, сендермен сыр бөлу үшін не болып отырмын. Әйтпесе, көп нәрсені айтпастауға болады, енді ол кісілікке жатпайды. Әр шаңырақтың өзінің бір құпиясы болу керек. Шет жағасы, темір қазығы осы біздің территория, содан кейін киностудия. Оның үстінде тағы қызық айтайын. Былтыр кино туралы деп 20 жылдан бері ұсынып шаршап қайтарып жүрген кино туралы заң қабылданған. Шала шарпы заң, қазақтың ұлттық киносы туралы заң, ішінде қазақ фильм туралы бір сөз жоқ, қазақ фильмдегі ат жоқ. Шәкен Айманов атындағы. Енді соны қайта қарап жатырмыз. Қайта жобаларды. Көп нәрсе қаралмаған. Ана Астана фильм деген ашпақшы болды, оны тоқтаттық. Ермек Тұрсынов, біраз жігіттер барып, үлкен кісілерге араласып, барып, мұңымызды айттық. Бір күніне қазақ фильм шаңырақ Шәкен атындағы. Тірі тұрған кезде, екінші Астана фильмін ашудың не себебі керек? Біріншіден, Астанада шілде айында көп болса, бір 20 күндей кино түсіруге болады. Қалған уақытта жел, суық, жаңбыр, суық, ол ешқандай ыңғайсыз жерде кино түсіруге. Бәрібір осы Алматының төңірегіне келіп түседі. Ал бір кино түсіру үшін қанша қаражат керек? Айналайын, сценарий қалай болады? Мәселен, Қаһар деген романды экранизацияласаң, Кенесарының сарбазы қанша деп ойлайсың? 1000 сарбазды киіндіре алмайсың, ең болмаса 500 сарбаз дейсің. Әр сарбазды киіндіру керек. Әр сарбазға бір ат беруің керек. Жақсы, бір тарихи фильм деп алайық. Жарым сағат, 90 минут. Да. Бюджеті қанша болады? Мен тура айта алмаймын. Есептеп көрші енді. Араттың құны қанша? 3 ай қаласың ба арендаға, 4 ай қаласың ба, жарты жыл қаласың ба? Олардың жемі, күтімі. Сосын кейін әр жауынгерді киіндіру керек. Тамағың 3 мезгіл. Оған қарауыл керек. Сосын кейін группа құрғанда оған 150,
140-тай адам керек. Сыртта жүресің. Оған қонақ үй, жатын үй, бәрін есептейсің. Шамамен мен енді мәселенге маған Кенесарыны беретін болса, доллармен есептесек, қазір құрғанда маған 40 миллион доллар керек. Бір 90 минуттық тарихи фильм. 90 минуттық тарихи фильмге. Сен оған айтсаң, баяғы мына Голливудтардың фильмдерін көретін болсаң, 180 миллионға дейін жетіп жатыр ғой. Соны көр, біз неге осылай кино түсірмейміз дейсің. Олардың қандай қаржы бөлетіндерін білмейсіңдер. Мәдениет министрлігі, мемлекет 40 миллион доллар бөлетін болса, сіз Кенесарыны түсіруге дайынсыз. 20 жыл болды, арманым менің. Ол арманым. Путин тірі тұрғанда Кенесары туралы айналайын кино ешкім түсіргізбейді. Аша айтайын ба? Алдымен орыстан бастаймыз соғысты. Орыспен қазір ағайын болып отырмыз ғой. Сыпайылық керек дейді. Тарихи шындық айтылмайтын болса, көрермен қабылдамайды ғой оны. Ескерткіші тұр Астанада. Кино түсіруге рұқсат жоқ. Қайтеміз енді. Мен «Аманат» деген фильмде Кенесарының линиясын жібердім. Бірақ қырғыздарменен сыйлас қалыппыз ғой. Ең соңғы сәттерін мен символдық түрде қызылға бояп жібердім. Тауды, даланы. Бітті. Финал осылай деп. Қалай оны қинағанын, қалай өлтіргенін мен көрсетуге құқымда болған жоқ. Өйткенше бас шешілмеді ғой әлі. Бізде тәуелсіздік жылдарынан бері кино түсіруге 300 миллион доллар жұмсалған деген мәлімет бар. Бірақ ол кинолардың көбісі халықтың есінде жоқ. Бір күндік кинолар. Мен сразу жауап берейін. Неге? Неге? Прокат біздікі емес өйткен. Прокат жеке адамның қолында. Бұрын қазақ фильм ағасы болатын болса, прокаттың істіғын. Ағасы бүгін кино түсірді ме, түсте інім деп прокатқа апарады, ол барып жұртқа көрсетеді. Мынау прокатқа. Біз кез келген фильмнің тұсаукесері маған қарап, көзіме қарап отыр. Жаған әңгімелескен кезде мен Айдалаға қарамай, көзіңе қарап отырмын. Барып жалынамыз, 2 сағатын сатып аламыз. Киностудияның. Бүгін тұсаукесер, премьера деп. Содан кейін келісім шартқа отырамыз. Бір айға көрсетуге ме, 20 күнге. Сосын 3-ші күні телефон шаламыз. Қалай жүріп жатырсыз? Аға, сіздің киноларыңыз жүрмей жатыр. Неге? Адам келмейді. Өтірік. Алғашқы 2-3 күн қояды. Кешкі прайм тайм дейсіз ме? 6-8-дің арасында. Қалған уақытта өзің боевиктер. Кеше ғана премьерасы болған Нью-Йоркта, Лос-Анджелесте. Американың боевиктері ертеңіне осы жерде кешкі прайм таймда көрсетіліп жатады. Өйткені біздің прокатта жекеменшік болғаннан кейін қалтасын ойлағандықтан оларда келісім шарт бар. Американың Голливудпенен шыққан фильмдерді, жақсы фильмдер таңдап алады да, ертеңіне бізде көрсетеді. Сонда мен қараңызшы, бізде қылмыс. Біз өз қалтамыздан, қазақтың қалтасынан Американың киноларын көріп, ақша аударып, оларға спонсор болып жатырмыз. Инвестиция құйып отырмыз. Бұл сұмдық. Көріп отырсың ба? Сонсоңда біз закон о кино деймі, кино туралы заңға пункттік қайдан кіргізейік деп отырмыз. Франциядағыдай, Қытайдағыдай, Жапонияда квота қою керек. Шетелдің киносын сатып алдың ба? 12-15% ұлттық, жергілікті ұлттық киноны дамытуға алып қалады. Кәдімгі салық ретінде. Түсіндіңіз ба? Бізде ешқандай салық төлемейді. Жай салықта. Соңында біздің жастарымыз міне. Бұрын орысшыл деуші едік, қазір америкашыл болып кетті. Американың салты. Салты дәстүрін күштелесең, окей. Өзіміз қолымыздан ушеп отырмыз, өзіміз. Міне көрдіңіз. Соңында айқайымына закон, кино туралы заңға қалайда прокатты өз бізге қайтаруымыз керек. Шетел фильмдерін көрсетеді ме? Квота, сосын кейін салық. Қазақтың ұлттық киносына арналсын. Қазір бар ғой, бізде кім көрінген кино түсіргіш қой? Түсірсін. Әншісі бар, Қайрат Нұртасы бар, Нұртас Адамбайы бар, актері бар, оның барлығы. Оның экранға не жіберіп атқанын ешкім хабарсыз. Өйткені өз ақшасына түсірді, прокатқа қойды, жіберді. Бірақ осының бәрі бір қадағалау керек шығар. Сол әңгіме сол болып тұр ғой.
содан мына орталық қаржы бөлу орталығын айтқанын себебіміз неге бөлеміз ол ақшаны біз? Ұлттық қазақ киносын қаржыландыратын ақшаны жеке меншік жаңағы папса фильмдерге бір күндік ахаха уху. Олар онсыз да күн көріп жатыр, миллиард тауып жатыр ана Қоянбаев дегендер. Соң дабырлатып айқайлап жатыр ғой, олар тіптен бізге доқ көрсетеді. Сендердің шетелден приз алып келген киноларыңды кім көреді? Мен миллиард таптым, сендерді көрмейді де. Ал көрерменнің талғамын біз төмендеттік талдық. Міне, ал. Көрермен сондай арзан күлкіге, клоунадаға, папса дейді, музыкаға да папса болып кетті ғой. Той әндерін үлкен сарайларда айтып жүр әншілеріміз. Сол сияқты болды. Киномен ағайын емес, әртүрлі жеке меншік түсіріліп отқанның ішінде бар бір-екеуі өсіп жатқан жастар. Кімді атай алайын? Жеке кино бастаған Әділхан Ержанов деген бастады. Өз ақшасына $5,000-ға, $10,000-ға жолдастарымен сол қазір өзіміздің өкіметтен қаржы алып отыр. Өткен сенім. Оған деген сенім. Қанша фестивальдер жүлде алып келіп отыр. Голливуд 530 фильм түсірді екен жылына. Ең мықты деген 5-6 фильм сонда. Қараш, саннан сапаға. Біз Аманшаев Ермек деген ағаң директор болған кезінде жылына 10 фильм түсіретінбіз. Соның ішінде жанрлық фильмде болатын, боевикте болатын, тарихи фильмдерде болады. Бізде әртүрлі жанрда ол міне әңгіме басқа. Шымшық сойса да қасапшысыз. Солай. Бізге сонда қандай кинолар керек? Ой салады. Неге жетісіп күлесің? Әнім, қазір неге жетісіп күлесің? Қазір. Немізге жетіп күлеміз? Жаңа Шәкен ағам 60 жылдарда алдар көзді айтып кетті, күл десе күледі, жыла десе жылайды. Қайран қалқам дейді. Қазір неме жеді? Жықылдақ күлкі кім керек? Ой салатын күлкі керек. Өзіңді өзің ирониямен күлдіретін Чаплин, Бастер Китон, Данелия, Рязанов сияқты. Ой салатын комедиялар керек. Әжуалайтын қалжың, анекдот фильмдерін кімге керегі бар? Айттың анекдот, ұмыттың ғой. Сол сияқты. Жаңағы жеке киностудиялар түсірген өнімдер осы. Қоянбаев болам ба, жоқ тағы кім? Саданбаева. Ешқандай біз оларға түсірмеңдер деп айта алмаймын. Түсірсін. Мүмкін түсіре бір күні өзі шеберлікте келетін шығар, сосын кейін елді ойлантатын кино түсіруге келетін режиссерлер туатын шығар. Нәп, мен енді құрғақ шеппен ауыз сүртпейін. Бәріне жала жауып отқан жоқпын, іштерінде бар. Бір режиссерлер бар, ақшаның көзі. Солар міне, ақшаның көзі. Бір фильм түсіреді, содан түскен қаржының жартысына екінші фильм түсіреді. Енді қазір қазақ фильмді Ақан Сатаев басқарып отыр ғой. Оның қызметіне де көңіл толмаған бір топ киногерлер, әртістер шағым айтып жатыр ғой. Енді Ақан Сатаев келді, жас басшы, бір басқа бір көзқарасымен келіп бір жаңашылық енгізетін шығар деді, Бірақ Ақан Сатаев мен айтайын, менің шәкіртім. Оны мен жақсы көрем, оның бірнеше фильмін жақсы көрем. Қызметіне көңіліңіз тола ма қазір? Оған жеке кездескен келген ешқандай қарсылығым жоқ. Мен бір жағынан қуандым. Бірақ жеке кездесе алмадық, мына карантинге байланысты. Мен оған айтайын деп едім. Бір жағынан келгенің бізге жақсы, сен кино түсіріп киношниктердің тілін жақсы білесің. Не керек екен, киностудияның неге мұқтаж екенін білесің. Бірақ саған творчествоңа, шығармашылығыңа зиян келтірмей ме деген айтқым келіп жүрген. Құдай қаласа жақында кездесеміз ғой. Осы мына жерде отырасың ба, жоқ, уақытың кетіп жатыр, кино түсіресің бе деп. Ешқандай қарсылығымыз жоқ оған. Ол енді жас, енді меңгеріп жатыр. Мен жеке басым, мен әріптестерім оғанға ешқандай қарсылық жоқ. Біздің жүрген адамдар кімдер? Олар енді әркім, мен де ешкім бәрін ұнамайды, сен де ұнамайды. Осы үшеуміз тұрмыз ба? Біреумізге біреуміз прямо идеал деп ұнай беру ол шарт емес.
ол жұмысты енді бастап жатыр. Көрейік, не үшін оған келмей жатып, біз тасты лақтыра бастаймыз. Мен бұл жағынан оптимистпін. Ол ақылды жігіт. 3-4 фильм бар, маған қатты ұнайды. Өзі көп фильмдерін түсірер алдында түсіргеннен кейін кейде екеуміз шай ішіп отырып, жеке ғана жұрттың алдында емес, өзіне ғана айтатын менің кейбір пікірлерімді тыңдайды, тура сен құсап отырып. Менің көзімнің қарасы деген фильмде бір жақсы образ жасады, сосын кейін 2 ай жанында болды. Мына Рүстем Әбдірашев екеуі жас, осы екеуінің қасымда жүрген. Бұлар менің балаларым. Енді осы Құда қаласа, мынау карантин кетсін, бәріміз жолығамыз, кездесеміз, әлі талай. Енді өндіріске келді ма? Ал енді бірінші айтатын оған менің ағалық ретінде. Ал келдің ба, директор болдың ба, режиссерлығын тоқтата тұрасың 2 жылға. Мынау қазақ фильмнің шаңырағымыз, Шәкен ағамыздың атындағы. Барлық ремонт күтіп отыр, солардың бәрін жақсылап тұрып ремонттайсың. Қазақ фильмді қамтамасыз етуің керек. Орталық ұлттық қаржы бөлінетін центрден міне фильмнің санын көбейтіп алуың керек. Өйткені коллектив үлкен. Киностудияны да асырау керек, коллективті да асырау керек. Осылардың бәрін қамтамасыз етесің. Амал жоқ. Мойныңа мінді бір қарыз, үлкен парыз, Шәкен ағаның атындағы үлкен қарыз шаңырақ деп айтамыз. Асаналы ағамда ана жол кездесіп айтыпты осындай. Мен ақыл айтпаймын, сұранышымды, өтінішімді айтам. Тілек айтам. Біздің тек қазір енді ең басты қуанып жүргеніміз жаңа жылдың алдында. 3 жыл бойы соттасып, айқайласып жүрген кинойын қайтарып алдық арендаторлардан. Бытышын шығарып әлгі көңіл ашар түнгі клубтар жасауға реттеп бұзып тастапты. Жылу жоқ. Ана күні барып өздері жиналыс жасап кеттік, үлкен жиналыс. Жағдайымыз не болады енді? Мұнаны Ермекке бәріміз отырып айттық, енді ал енді спонсор іздейсің, өкімет тарапынан бола ма, акимат тарапынан бола ма, мына бір қаржы алып мына ішін қайтадан қалпына келтіру керек. Керемет зал, экран жоқ, сахна жоқ, барлығы бір түнгі клуб болып кеткен ғой. Соң енді бір басқа супер-пупер түнгі клубқа айналдыруға кіріскен екен де, тоқтаттық. Әзір дегенде соған біздің киногерлердің бәрі қуаныштары қойнына сыймай жүр бір жағынан. Осыменен жаңа жылдың алдындағы бізге деген сый Алла тағаладан келген осы болып отыр.